Баршаңызға сәлем. Сіздермен компьютермен жұмыс ету арнасы және де мен қайып берген жадыра. Бүгінгі видеода осындай ерекше әдемі слайдтың жасау жолын үйренетін боламыз. Бұл негізінен шаблондары дайын тұрған слайд. Егер де осы және осыған ұқсас дайын слайдтардың шаблоны қажет болса, қайдан алу керектігін видео соңында айтамын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ал әзірше видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, осы видеомен достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мінекей жаңа айтып кеткендей, бұл слайдтың шаблондарын барлығы алдын ала дайын тұр. Сіз жай ғана осында тұрған жазуларды өзгерте қоясыз. Мысалға мұнда тұрған жазудың үстіне 2 рет шертіп, мен өзіме керекті жазу жазамын. Мысал ретінде мен сабақтың тақырыбы деймін. Мұнда астына қоңыр жерде тұрған жазуды өзгерте аламын. Мұндағы мысалы тақта, мұндағы шкаф тұр, соның үстінен 1 рет шертіп, орындарын жылжытуға болады. Дәл қазір осы жерден главная деген жерден біз жазудың шрифтін өзгерте аламыз. Мен бұл жерге қазақша шрифтқа арналған әдемі түр беретін осындай шрифттарды енгізіп қойдым. Осы жерден әдемісін керегін таңдаймын. Енді келесі слайд бетіне өтейік. Мұнда тақтадағы жазуды үстінен 2 рет шерту арқылы өзгертуге болады. Мұнда астында топ мүшелерінің суреттерін қойған, оның орнына өз суреттеріңіз қойсаңыздар болады. Мұнда парта, орындық дегендер тұр, иә. Соның барлығының үстіне 1 рет шертіп, жан-жаққа қарай жылжытып, орнын ауыстыруға болады. Және де артқы жағында тұрған көк фонның үстінен мышканың оң жағын басып, форматты фигуры дегенге барамыз. Заливка, сплошная заливка, және де оң жақта тұрған мына бір кнопканы бассаңыздар, түстер шығады. Осы жерден кез келген түсті таңдап, тіпті артындағы түсін өзгерте аласыздар. Мен бұлай барлық бетті бірде көрсетпей ақ қояйын, себебі мен тек жазуларын ғана өзгертіп шықтым. Енді сіздерге осындай шаблондарда қайдан алу керектігін көрсететін боламын. Қазір мен сіздерге өзімнің телеграм каналыммен таныстырамын. Бұл телеграм канал презентация шаблондары деп аталады. Бұның ішінде осы және осыған ұқсас өзге де тақырыптарға арналған көптеген слайдтарға арналған шаблондар бар. Бұның ішінде әр слайд кемі 10 беттен тұрады. 15 бет, 18, 20, тіпті 30 беттік слайд беттері де болуы мүмкін. Және де осындай инфографика да бар. Тек қана сіз ол жерден жүктеп аласыз да, жоғарыда тұрған разрешить редактирование дегенді бассаңыз жеткілікті. Жазуды да, мұндағы түстерінде барлығын өзгерте аласыздар, орнынан жылжыта аласыздар. Және де мысал ретінде мен осындай слайдты да көрсете кетейін. Мұнда тұрған барлық жазу болсын, мұндағы әрбір фигура, оның түстері бар, әрқайсының шрифті бар, бәрін бірде өзгерте аласыздар. Просто сіздерге осындай дайын тұрған шаблондарды жүктеп алу қажет. Және де осындай спорттық стильдегі презентацияның шаблоны да бар. Негізі серьезный тақырыптар дейміз ғой, сондай тақырыптарға арналады көп презентацияның шаблондары. Осындай мультяшный стильдегі де бар. Сіздерге осындай стильдегі презентацияның шаблондар қажет болса, онда мен описание бөлімінде тұрған инста парақшаның сілтемесіне өтіп, дайректке шаблон деп жазып жіберсеңіз жеткілікті. Мен сіздерге қалған ақпаратты толықтай сол жерде беретін боламын. Дәл қазір осы видеоны достарыңызбен бөлісіп, видеоға лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Алда әлі де көптеген қызықты ақпараттар шығатын болады.